Демек, нәубетті техно әлем рубрикасына береміз. Мархамат. Технологиялар әлеміндегі ең соңғы жаңалықтар менен таныстырып баруды давам етеміз. Ағаштан істелген автотранспорт түрі көпшілік назарына ұсынылды. Автотранспорт істелеп шығарушылар көпшілікті хайран қалдыруда давам етпекте. Япониялық инженерлер тарапынан наноцеллюлозадан істелген ажайып автотранспорт түрі жаратылды. Қазіргі уақытта наноцеллюлоза санаттың көптеген тарауларына енгізілмекте. Бұл материал ағаш шалаларын майдалау арқылы алынады. Соң оған қалеген форманы беруге болады. Мағлұмат орнында соны атап өту орынды, наноцеллюлоза беккемлік жағынан темірден қалыспайды. Хәтте онан 5 есе беккем һәм жеңіл болады. Міне осыларды есапқа алып істелеп шығарушылар өзгеше автотранспорт түрін көпшілікке таныстырмақта. Бұл транспорт апуай машиналарға салыстырғанда жеңіл. Солықтан тезлігі де жоғары болуы күтілмекте. Қанегелердің айтуынша ұсыс сияқты материалдардан пайдалану атмосфераға шығатын углерод шығындысын кемейтуге жәрдем береді. Сондай-ақ утилизацияда актуал мәселе. Өсімлік шикі затынан істелген автотранспортты қайта істеу металл корпус һәм пластиклерге қарағанда жүдә аңсат. Бүгінгі күнде бұл инновациялық автотранспорт тез сынақлардан өткерілмекте. Сынақ барысында оның наноцеллюлозадан істелген деталлары қаншелі шыдамды екендігі тексерілмекте. Америка құрама штатындағы Лос-Анджелесте өткерілген көргізбеде Япониялық компаниялардың бірі тарапынан экраны бүкленуші смартфон көпшілік назарына ұсынылды. Оның корпусы татпаспайтұғын полаттан һәм жоғары технологиялық айнадан даярланған. Корпустың төменгі тарапында бармақ іздерді сканерлейтұғын құрылмасы бар. Ол Android 9 системасында жұмыс істейді. Бұл инновациялық бүкленуші смартфон 2020 жыл 9 январдан бастап сатуға шығарылады. Лондон қаласындағы ең көп адам баратығын жәмиетлік ауқатлану орындарының біріне жасалма интеллектпенен тәмінленген электротақта орнатылды. Құрылма жәрдемінде келушілердің сыртқы келбеті анықталады, соң оларды тізімнен өткеріп электрон кезек орнатады. Солай етіп тәсілепке келген адамлардың бұйыртпасы тез орнанады. Ал кезек күту ауқатқа берілген бұйыртпалардың ізбезілігі тәртіпті түрде әмелге асырылады. Ресторан басшылығының айтуынша, бұл система адамлар хақындағы жеке мағлұматларды сақламайды. Тек жұмыс сапасын анағұрлым тәмінлеу үшін қызмет етеді. Бүгінгі жаңалықларымыз осылар. Технологиялар әлемінде және қандай жаңалықтар жүз береді? Әлбетте бұны алдағы уақытта білеміз. Бізден жаңалық күтіңіз.